Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жанар не айтса да, жігіт үнемі ұтымды жауап қайтарып, аузын жауып кететін. Жанар бұрынғы тыныш, тәтті ұйқыда жататын түндерін аңсай бастады. Әр түнде жігіттің сөздері миында қайталанып, маза берер емес. Қанша ойламауға тырысса да ойына орала береді. Жігітке ғашық болса да өзі мойындар емес. Олжас бір сәт көрінбей қалса, айналаға көз жүгіртіп, оны іздейтін. Ойлана келе, жігіттің айтқан сөздерін ақылға сала келе, өзгеріп, айналасындағы адамдарға сараптама жасап көрмек болды. Сол күні оқу орнына ешбір бояусыз, қарапайым киіммен және де өз көлігімен емес, қоғамдық көлікпен барды. Жұрттың назары бірден Жанарға ауды. Қанша әдеміленсе де қарамайтын жігіт бұл жолы қызға назар салып, өзі жақындап келіп сөз бастады. Сәлем, қалың қалай? Бүгін құлпырып кетіпсің. Алланың берген сұлулығын 5 тонна бояумен бүркеп жүр екенсің ғой. Сенімен сөйлескім келмейді, жолымнан кет. Қыз өкпелі сыңай танытты. Жанар, маған ренжуің орынсыз. Саған айтқан әрбір сөзім сенің игілігің үшін екенін ұғын. Міне қазір сол сөздердің ауаға ұшпағанын көріп қуанып тұрмын. Енді өмірде шынайы бақытты сезініп, өзіңе жақсы дос, құрдас табуыңа тілектеспін. Егер менің көмегім қажет болса, кез келген уақытта қол ұшын созуға дайынмын. Сенің айтқан сөздеріңнің бірі де есімде жоқ. Сенен маған ештеңе қажет емес. Ұқтың ба? Енді мені мазалама. Жанар күнде осы қалпынан таймады. Қарапайым бола түскен сайын құрбыларының саны азая берді. Күнде бірі сөмкесін, бірі әшекейлерін сұраса, енді бірі ақша мен киімдерін сұрап жүретін құрбылары жаңадан еш пайда болмайтынын ұға бастап, одан алыстай берді. Бірте-бірте жігіттің сөздері рас екенін, өзінің адамдардың қуыршағы болып жүргенін мойындай бастады. Өзін бұл әлемде жалғыз сезініп, жүзінен күлкі кетіп, күннен күнге тұйықтала берді. Әкесінен жылулық, мейірім сезінгісі келіп, құшақтап еді. Әкесінен естігені: "Не болды қызым, тағы ақша керек пе?" деген сөзі болды. Анасының құшағына еніп еркелемек болып еді. "Не болды, тағы кешкі сауық сайранға әкеңнен рұқсат сұрап беруім керек пе, әлде ақша ма?" деген сөздерді естігенде көзіне жас толып, жылауға шақ қалды. Ал ағаларынан естіген сөздері: "Не болды, тағы көлігің бұзылып қалды ма? Біреу сені ренжітті ме? Ақша қажет пе? Әлде көлігімді тағы сұрауға келдің бе?" Осы болды. Жеңгелерімен сырласып, мұңын айтпақ болған еді, ешбірі әңгімелескісі келмей қаша жөнелді. Отбасынан жылулық іздеген ару ешкімнен мейірім, махаббат сезіне алмады. Қолында мал-мүлік бәрі болса да, өзін ештеңесі жоқ бейшара сезінді. Осы уақытқа дейін жасаған әрекеттері, адамдарды келеке, мазақ етіп, өзінен төмен санағаны, қаншама адамның жанын ауыр сөздермен жаралағаны, бәрі өзегін өртеп, жанын азаптай бастады. Өзінің қаншалықты нашар адам екенін түсінді. Өңешіне өксік тығылып, бөлмесіне тығылып, Олжасқа қоңырау шалды. "Алло, Олжас." "Иә, Жанар, не болды? Неге жылап тұрсың? Жылама." "Олжас, мені кешірші. Сенің айтқандарыңның бәрі рас екен. Мен мүлде бақытсыз, бақыттың не екенін білмейтін сормаңда екенмін." "Олай деме, Жанар. Бақыттың кілті өзгенің емес, тек өзіңнің ғана қолыңда. Өткенге өкінгенмен пайда жоқ. Алайда түзетуге мүмкіндік бар. Жақсылықтың ерте-кеші болмайды. Бәрі жақсы болады. Мұсылманның мұсылманға көмектесуі парыз. Мен саған көмектесемін. Уайымдамай, енді ұйықтай ғой." "Олжас, саған көп рахмет. Сен керемет жансың. Барлық мақтау мен мадақ бір Аллаға тән. Мен тек Алла деген құлдың бірімін." Бұл жалғанда адамзат баласы әр кез екі қолын жайып, аспан есіктерін қағып, дұға етіп тұруға мұқтаж. Ал дұға мұсылман өмірінен ойып тұрып орын алатын маңызды құлшылық. Қажеттерді өтеушінің жанына жақындаудың бірден бір жолы.
Қаншалықты көп дұға тілекте болсаң, соншалықты Аллаға деген иманың нұрланып, тәуекелің артады. Құранда Алла тағала: Раббыларың, маған жалбарыңдар, тілектеріңді қабылдаймын. Расында маған құлшылық қылудан паңсынғандар, олар қор болып тозаққа кіреді дейді. Алладан қос қолыңды жайып, дұға ет. Алла ешқашан өз құлының қолын бос қайтармайды. Рахмет, Олжас, дәл қазір-ақ сен айтқандай жасаймын. Қайырлы түн. Қайырлы түн, Жанар. Сол түні Жанар ғаламтор беттерін ақтарып, ғұсыл дәретін алып, қос қолын жайып, өз қателіктері үшін кешірім сұрап, дұға етті. Сол түні көптен бері аңсаған тыныш, тәтті ұйқыға енді. Таңертең бойында қандай да бір жеңілдік сезілді. Әдетте таңертең 1 сағат уақытын боянып сылануға арнайтын ару, бұл күні уақытын құлшылыққа арнады. Әке, шеше, бауыр жеңгелерінің бетінен сүйіп, әрбіріне қайырлы күн тілеп шықты. Бұл іс-әрекеттеріне бәрі таңданып есеңгіреп қалды. Бірі жын қаққан десе, енді бірі ақыл есінен айырылған деп сөз таластыра жөнелді. Оқу орнында қарапайым қызға ешкім көз қырында салмады. Жанардың да қалауы осы еді. Ешкімнің назарын өзіне аударғысы келмейтін. Күлімдеп, жүзінен нұр шашып, Олжас алдынан қарсы алды. Жанар оқу аяқталып, Олжаспен тілдесуге асықты. Әзер шыдап әншейінде зымырайтын уақыт баяу өткенде әйтеуір кездесті-ау. Оқудан шығып, жігіт пен қыз саябаққа жол тартып, орындыққа жайғасып, қызу әңгіме бастау алды. Жанар, ренжімесең саған бір ақыл айтайын. Қыз бала көп адам жиналған орындарда көзге түседі, сыналады. Әйелдің өзіне харам болған адамдардың алдында әуретін жаппауы күнә, ал бір күнә 10 күнәні арқалайды. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді. Сен бұлай киінсең, нәпсінің етегіне ерген кейбір ниеті жаман адамдар сені қорлауы әбден мүмкін. Бұл сөздерден соң Жанар үсті басына бір көз жүгіртіп еді, екі беті алмадай ұяттан қызарып кетті. Өйткені киімдері ашық-шашық еді. Өмірінде ұят не екенін білмейтін бойжеткен алғаш рет ұяттан өртене жаздады. Бұл көрініс күнде жалғасын таба берді. Олжас әр күн сайын Жанарға хадистер айтып, тура жолға салуға тырысатын. Дінге енді ғана бет бұрған бойжеткен бір қателік жасаса дереу түзейтін. Өткен күндерде өзі ренжіткен әрбір жаннан кешірім сұрап, қателіктерінің орнын толтырды. Сөресіндегі етек жеңі ашық, денеге жабысып тұратын киімдердің орнын ұзын жабық киімдер алмастырды. Күн сайын ұялы телефонмен әркімнің өмірін қызықтап, босқа кетірген уақытын енді тек пайдалы дүниелерге арнайтын болды. Әкесінен тігін машинасын сатып алып беруін өтініп, өзінің бұрынғы қысқа ашық-шашық киімдерін бұзып, құрап, басқа әдемі сәнді көйлек орамалдар тікті. Өзі де осы мамандық бойынша білім алып жүрген болатын. Әрбір өз қолынан шыққан бұйымдарды жинап, ауылында тұратын 7 баласы бар жағдайы төмен отбасыға көмектеспек болып, оқу орнының алдында қайырымдылық акциясын өткізіп, сатылымға қойды. Олжас екеуі тіпті үлгере алмай жатты. Бұйымдар бірінен бірі өткен әдемі, көздің жауын аларлықта еді. Ешбір заттың бағасы жоқ. Әркім қолда барын беріп, қалағанын алып кетті. Қомақты қаржы жиналып, жаңағы жалғызбасты ана мен балалардың бірнеше айлық керек жарағымен қамтамасыз етті. Ананың қуанғаннан көзінен аққан жастарды көріп, Жанар да еріксіз жылап жіберді. Қамқоршынсыз қалған ана мен балалардың айтқан әрбір алғыс сөзі Жанардың жүрегінен ешқашан ұмытылмастай орын алды. Нағыз бақыттың не екенін түсіне бастады. Хадис шарифтерде былай делінеді: жасырын не ашық түрде көп садақа беріңдер, ризықтарың көбейеді, көмекке ашық болыңдар, дұғаларың қабыл болады, ауруларыңды садақамен емдеңдер. Садақа барлық ауруды және бәлені қайтарады. Ілімділер ілімінен, мал-мүлкі барлар мүлкінен садақа берсін. Жақсылық өмірді ұзартады, садақа күнәларды кетіреді және жаман өлімнен қорғайды. Сол күннен кейін Жанардың өмірі күрт өзгерді. Жан жақтан танымал сән үйлері жұмыс ұсынып, қоңырау шалып жатты. Оқуы аяқталмай-ақ тұрып-ақ
жұмысқа орналасты. Алған ілімімен тек өзінің ғана жанын құнарландырмай, отбасы мүшелерінің бәрімен білгенімен бөлісе жүрді. Қызының әрекетінен өз әке-шешесі осы күнге дейін имансыз берген тәрбиелерінен қатты ұялды. Әкесінен бастап түгел отбасы мүшелері имандылықты жандарына серік етті. Бір отбасының түгел мұсылман атына сай болуына себепкер болған Олжастың бұл шаңырақтың күйеу бала болуына ешбір кедергі болған жоқ. 2 жас шариғат бойынша неке қидырып, олардан саналы, салихалы ұрпақ дүниеге келді. Расымен де адамның күл өмірін гүлге айналдыратын оның игі ниеті. Ниет түзу болса, амал да соған сай икемделеді. Амалың қанша дұрыс болғанымен, ниетің дұрыс болмаса, онда ол амалыңнан ешбір пайда жоқ. Тек өмір бойы өзіңді алдағаннан басқа еш нәрсеге қол жеткізе алмайсың. Адамның ісі адаммен болғандықтан, мұсылманға өзгемен қарым-қатынаста кісі ақысына аса мән беру міндет. Себебі мұсылман тілімен де, қолымен де өзгеге зарар зияны тимеген жан, біреудің көңілін құлазыту, қағбаны құлату деген. Ендеше мұсылман атымызға сай болып, бір-бірімізді қолдап жүрейік, мұсылман бауырлар. Құрметті менің тыңдармандарым, аудио әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Аман, сау болыңыздар.